30 жылдық тарихымызда болсын, дүниежүзілік тәжірибеде болсын, бұл бірегей операция. Әрине уайым болады ғой. Қандай болады, біз қайтамыз ба, елге қайтпаймыз ба, әр секунд, әр минутымыз енді. Бұл жерде білмейсің ғой, қай жақтан жау келіп болады, қай жерден сені не күтіп тұруы мүмкін. Әр сәттің өзі қауіпті. Барған аэропортымыз енді андай не болды ғой, қалай айтсам болады. Алдында енді әскери не жер ғой, жаңағы аэродром. Сол жерде көрініп тұр, енді ана жерде бір бұрын не болған сияқты. Нелер жаңа қалған, соғыс болған несі қалған көрініп тұр. Терроризмге қарсы бағытталған іс-әрекеттерді үйлестіруге, ұйымдастыруға қатысып отырдық. Бұл мәселелер әрине Қазақстанның ғана емес, бүкіл дүниежүзілік қауымдастығының назарында болды. Әр азамат, әр жасөспірім, ол өзінше байланысқа шығып, адасып қалуы әбден ықтимал. Осындай үлкен сауабы мол қызмет атқарып жүрген азаматтарға ең бастысы осы қызметтерінде әрқашанда нәтижелі болуына тілектеспін. Осы үлкен жұмыстары әрқашан осы біздің еліміздің тыныштығымен өлшенеді ғой. Сондықтан сол жұмыстарында табысты болсын, нәтижелі болсын. Әр қызметкерге дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілеймін.